Сәлем, тестасы өте песочный әдемі болып шығатын және де ешқандай сиропты қажет етпейтін өте дәмді пахлаван рецептін көрсететін боламын. Видеоны мұқият қарап, описаниядағы мөлшерін қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін неліктен өткізілген ұн қажет, оның үстіне бөлме температурасына тұрған сары майды салып, осылай бөліп, екеуін жақсылап біркелкі етіп араластырып, крошка жасап аламыз. Сосын үстіне сметана саламыз. Кейіннен жұмыртқа, менде 4 жұмыртқа, осының ағы мен сарысын ажырата аламыз. Ағына ешқандай сарысы түсіп кетпеу керек, өйткені біз ағынан пенка жасаймыз. Ортасына 4 жұмыртқаның 3-еуінің сарысын тестаға қосамыз да, ал біреуін бетіне жағуға алып қоятын боламыз. Енді сода қосамыз. Соданы біз алдымен гасить етіп алуымыз керек. Ол үшін менде 70% уксус, сіздер 1 чайный ложка содаға 1 чайный ложка уксус қосып, осыны әдемілеп гасить етіп алып, тестаға қосатын боламыз. Енді дәл осы ингредиенттердің барлығын араластырып, әдемілеп осындай жұмсақ қамыр илейміз да, ешқандай холодильникке салудың қажеті жоқ, тек қана демалдыруға қойып қоямыз. Енді ортасына начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін жаңағы жұмыртқаның ағын жақсылап көпіртіп аламыз. Кішкене көпіріп бастағаннан кейін осылай шекерді салып, екеуін біркелкі масса етіп, пена болып іскенше көпіртіп аламыз. Ал жаңғақты дайындаған кезде бетіне қоятын жаңғақтарды бөлек алып қойдым да, ал жаңғақтың өзін тек оқтаумен осылай салафанға сала отырып майдаладым. Блендерға салып қатты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Олай жасасаңыздар, жаңғақтың дәмі әдемі болып шықпайды тесті. Енді жаңағы біраз демалған тестамызды алып, бірдей емес 3 бөлікке бөлеміз. Оның екеуі бірдей көлемде, ортасына қоятын тестасы сәл кішілеу болса ештеңе етпейді. Қалғанын дәл осы видеодағыдай жасай бересіздер, қыздар. Тестаны 4 бұрышты немесе домалақ етіп жаю, ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Менде 4 бұрышты таба, 4 бұрышты етіп жайып, міндетті түрде жан-жағын турлап жіберіп, бірінші жайған қамырларыңыз міндетті түрде жан-жағынан шығып тұру керек, өйткені ең соңында төбедегі қамырмен бірге біріктіресіздер бұл қамырды. Кішкене вилкамен тесіп жіберіп, үстіне начинканы, одан кейін жаңғақты салып, осылай үстіне тестаны салып, дәл осылай жасай бересіздер қалғанын, қыздар. Қыздар, менің арнама тіркеліп алыңыздар, өйткені менің арнамда өте көп тәтті, дәмді тағамдардың рецептері бар, және де күнделікті шығып отыратын болады. Сондықтан колокольчикті басып қойсаңыздар, күнделікті жаңа рецепт шыққан кезде сіздерге SMS барып, сіздер хабардар болып тұрасыздар, қыздар. Және де видеом ұнап жатса, міндетті түрде комментария қалдырып, лайк баса кетсеңіздер болады. Міне, қыздар, екінші қамырды да, кішілеу қамырды жайып болған екен, оның үстінде де дәл осы начинканы салып, жаңғақтардың екінші бөлігін саласыздар да, үшінші қамырды бетіне түгелге жауып шығасыздар. Үшінші қамырды сәл үлкендеу етіп жайып, жан-жағы полный жабылатын болу керек. Астыңғы қамырмен біріктіріп, қолмен біріктіріп, вилкамен әдемілеп біріктіріп шығасыздар. Ал бетіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, жағып шығып, кішкене кесіп аласыздар, қыздар. Барынша кесудің қажеті жоқ, тек бірінші қабатты ғана кессеңіздер болды. Барынша кессеңіздер, ішіндегі ақтары көп ақтарылып кетеді, қыздар. Осылай бетіне жаңғақ қойып шығасыздар, бұл өте әдемі көрінеді. Осы дайын тестаны 180 немесе 170 градуста 45-50 минут жай отта пісіріп аласыздар. Сонда ортасы да барлығы әдемі болып піседі, қыздар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.